2019 жылғы 27 желтоқсанда біздің еліміздің президенті Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңына қол қойды. Атаулы заң 21 баптан тұрады. Бұл заңның басты жаңалығы елімізде педагогтың ерекше мәртебесінің танылуы. Бұл заң педагогтың кәсіптік қызметін жүзеге асыруын үшін жағдайды қамтамасыз етеді. Осы заң педагог мәртебесін айқындайды, педагогтың құқықтарын, әлеуметтік кепілдіктерін, шектеулерін, жауапкершіліктерін белгілейді. Сонымен бірге заңда қолданылатын басымдықтар, басты ұғымдар бар. Оларды айта кететін болсам, педагог мәртебесі, педагогикалық әдеп, педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес, сонымен бірге тәлімгерлік, педагогикалық құқық, әлеуметтік кепілдік және педагогикалық жауапкершілік. Педагогтық әлеуметтік кепілдіктердің ең маңызды, ең негізгілерін атасам, олар әрбір педагогтың балаларына осы тұрғылықты жеріне байланысты мектепке дейінгі білім мекемелерінде, яғни балабақшаларда бірінші кезекте орын беріледі. Педагогтың дәптер тексеруі, сынып жетекшілік етуі, осындай жұмыстарына қосымша ақы төленетін болады. Сонымен бірге магистратура бітірген әріптестерімізге, яғни магистранттарға, біздің қаламызда 29 магистрант бар. Міне осы әрбір магистрантқа 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қосымша ақы төленетін болады. Сонымен бірге білім мекемелерінің басшыларына, олардың орынбасарларына, еңбек өтілдеріне, аттестатталуына, басқарушылық шеберліктеріне, яғни қабілеттіліктеріне байланысты 30%-дан 100%-ға дейін еңбек ақыларына қосымша төленеді. Сонымен бірге биылғы жылдан бастап, яғни 2020 жылдан бастап, әрбір педагогке лауазымдық еңбек ақыларына 2020 жылы 25%, 2021 жылы 50%, 2022 жылы 75% және 2023 жылы 100%-ға дейін лауазымдық ақыларына қосылады. Сонымен бірге бірінші рет жоғарғы оқу орындарын бітіріп келген жас мамандар алғашқы рет осы мектеп табалдырығын ұстаз ретінде аттап келген сәттен бастап әдістемелік көмек көрсету үшін, басшылыққа алу үшін, біздің тәлімгер ұстаздар тәлімгерлік еткені үшін еңбек ақыларына қосымша ақыда алатын болады. Яғни әр сатыда педагогтың еңбегі бағаланатын болады, көрінетін болады, марапатталатын болады. Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңның 51 бабында осы мұғалімнің құқықтары деген осы заң бөлімдері айтылып кеткен, бірақ осы педагог мәртебесі туралы заңда мұғалімнің құқығы айқын белгіленіп отыр. Сондықтан осы мұғалімға келеңсіз, ережеден тыс, заңнан тыс тіл тигізу әрекеттері болса, осы біздің педагогтық әдептік жөніндегі кеңесте қаралып, бір шешім шығарылып, осы жазалау өкімдері де шығарылатын болады. Тағы бір қуантарлық жайт, бұрынғы осы заң шығардың алдында біз педагог, мектеп ұстаздары дедік, я болмаса әдіскерлер деп жіктеліктерге бөлінді. Ал осы заңмен бірге мәртебе, яғни барлық педагогикалық білімі бар ұстаздарға жалпы педагог деген мәртебеміз бар. Міне осы жазғы демалыс, кезекті демалысқа шыққанда осы барлығына жаппай, бөлінбей, таза 56 күн демалыс берілетін болады. Сосын тағы да жасыратыны жоқ, қазір педагогикалық мамандықтарын жастар таңдай бермейді. Енді мен ойлаймын, осы заңның шығуына байланысты, осы заңның педагогтық кепілдіктерін зерделеп, танысқаннан кейін біздің жастарымыз осы педагогикалық мамандықтарын таңдап, біздің әріптестеріміздің қатары көбейетініне мен сенемін. Біздің қаланың мұғалімдері осы атаулы заңды зор қуанышпен қабылдады. Қаңтардың басынан бастап әрбір педагогикалық ұжымда осы заңды талдау, зерделеу жұмыстары басталып кетті. Міне, сонымен бірге педагогтық әдепті, яғни
педагогтың мінез құлық нормалары белгіленіп, тағы да бір пысықтап алды. Осы педагогтарымыз өздеріне артылып отқан жауапкершіліктерді білет. Міне күні кеше ғана біз 25-ші жылға дейінгі білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын өзіміздің осы Ақмола облысы аясында осы Степногорск қаласы бойынша бекітіп келдік. Ақмола облысына барып, осы мемлекеттік бағдарламада өзі орындалатын шектеулер бар, мысалы, орындалатын пайыздар бар, көрсеткіштер бар. Міне осы біздің педагогтарымыз жаңартылған білім беру мазмұны бойынша осы алдымызға қойып отқан шептерден өтіп, жоғары сапаны көрсетуіміз керек. Сонымен қатар биылғы өзіміздің қазағымыздың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдығы, ұлы данышпан Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы қарсаңында осы заңның қабылдануы өте орынды деп мен өз басым ойлаймын. Енді осы ұлы данышпан Әл-Фарабидің мына ойы есіме түсіп отыр. Әл-Фараби былай деген: адам баласына ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Ал тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ендеше әрбір отбасы, әрбір ата-ана өзіміздің баламызды ұлттық саналы тәрбие беріп, осы педагогтарымыз әрі қарай сапалы біліммен жалғастырса, осы тәуелсіз еліміздің өркендеуіне, дамуына алып баратын нақты сара жол осы болар деп ойлаймын.